Сәлеметсіздер ме оқушылар? Бүгінгі сабақ барысында 8-ші сынып Қазақстан тарих пәні бойынша 4-ші тоқсанға арналған бұжыбымызды талдайтын боламыз. Бұжыбы тақырыбы Қазақстан ұлы отан соғыс жылдары деген тақырып бойынша алынып отыр. Міне тақырыбы, оқу мақсаты, бағалау критерийлері, ойлау дағдылары, орындау уақыттарын көріп отырсыздар. Әдеттегідей бүгінгі бұжыбымызда міне екі тапсырма. Бірінші тапсырмасы Бауыржан Момышұлы халық есінде қандай қасиеттермен сақталғандығын сипаттаңыз деп тұр. Батырлық қасиеті екеуін келтіріңіз, тұлғалық қасиетінен екеуін келтіріңіз деп көрсетіп тұр. Міне көріп отырсыздар. Екінші тапсырма ұлы отан соғыс жылдарындағы қазақ кеңес әдебиеті мен өнерінің тұлғаларын анықтап, соғыс жылдарындағы қызметіне баға беріңіз деп отыр. Міне барлығы 8 ұпай, міне 8 балл, бірінші тапсырмаға 4 балл, екінші тапсырмаға 4 балл. Жалпы алғанда 8 балл көрсетіп отыр. Ендеше кеттік жауаптарына өтейік. Бірінші сұрақ. Бауыржан Момышұлы халық есінде қандай қасиеттермен сақталғандығын сипаттаңыз деп тұр. Батырлық қасиеті бірінші бөлім. Тарихымыздың қай белесінде де халқымыздың абыройын өсіріп, ұлт мақтанышына айналған тұлғалар аз болмаған. Міне осындай ұлы тұлғалардың бірі, екінші соғыстың хас батыры Бауыржан Момышұлыны атап кетсек қате болмайды. Бәукеңнің батырлық қасиетін жанындағы жолдас батырлар былай суреттеген. Кеңес одағының батыры Мәлік Ғабдуллиннің естелігінде былай делінеді. Жауынгерлік ар-намысым менен осында. Жауынгер жолдастарымның қаны төгілген дивизияда қалуымды талап етеді. Мен солдатпын. Солдатша соғысты да білуге міндеттімін. Солдаттың жүрегіндегі сөзді айтуға да тиістімін. Менің сөзім осы, жолдас комиссар, дейді Бауыржан Егоровқа. Міне осымен біздің батырлық қасиеті бірінші бөліміміз аяқталды. Екінші бөліміне көшетін боламыз. Батырлық қасиет екінші бөлім. Кеңес одағының батыры Бауыржан Момышұлының тағы да бір батырлық қасиеті ол намысшылдық еді. Оны біз жазушы Мұхтар Әуезовтің сөзінен байқай аламыз. Бауыржан Момышұлы тектілердің ұрпағынан дегенде өзі де қарапайым тектілер отбасынан шыққан. Егер ұшқан ұясында халықтың өрнек-өнеге дәстүрін көрмей өссе, әйгілі панфиловшы қолбасшы мыңдаған жауынгерге әке атанған болмас еді, деді. Тұлғалық қасиетіне көшетін боламыз. Тұлғалық қасиеті бірінші бөлім. Бауыржан Момышұлы әскери қайраткер, ержүрек қолбасшы, жазушы, кеңес одағының батыры, Қазақстан халық қаһарманы. Міне көріп отырмыз, 1921 жылы бастауыш сыныпты оқуға, интернетқа оқуға түседі. Кейініректен 1924 жылдан бастап 7 жылдық мектепті Шымкент қаласында оқиды. 1928 жылы мектепті үздік бітіріп, Орынбор қаласындағы Қазақ педагогикалық институтында оқуға түседі. Кейініректен ол 1928-30 жылдың аралығында бастауыш мектепте ұстаздық етуді жалғастырады. Кейініректен осы ұстаздық етіп болғаннан кейін жауапты хатшы қызметіне ауысады. Жауапты хатшы қызметінен кейін барып, ол сол ауданның милициялық қызметіне ауыстырылады. Милициялық қызметінен кейін барып, екінші соғыстағы әскери қызметіне аттанады. Енді тұлғалық қасиет екінші бөліміне өтейік. Бауыржан Момышұлы әскери педагогика мен әскери психологияны байытушы, баға жетпес мұра қалдырған дара тұлға. Оның шығармалары Ұшқан ұя, Мәскеу үшін шайқас, Жауынгердің тұлғасы, Майдандағы кездесулер, Генерал Панфилов, Төлеген Тоқтаров, Куба әсерлері, Адам қайраты, Елбасына күндуса, Психология войны деген шығармалардың авторы. Міне осымен балалар бірінші тапсырмамыз толық аяқталды. Енді екінші тапсырмамызға көшейік. Ұлы отан соғыс жылдарындағы қазақ кеңес әдебиеті мен өнерінің тұлғаларын анықтап, соғыс жылдарындағы қызметіне баға беріңіз дейді. Міне енді көріп отырсыздар сіздер бірінші, екінші және үшінші, төртінші сұрақтарды көріп отырсыздар. Міне осы төрт сұраққа да жеке-жеке бір балдан береді. Яғни жеке бір балл берді екен деп бір ғана адамның атын жазбаймыз, толықтырып нақты ақпарат беріп кетеміз. Неге? Себебі әр мұғалім, әр ұстаз өзінің оқушысының толық ақпарат бергендігін ұнатады. Және де ол осы БЖБ-ның балына әсерін береді. Бірінші, көрнекті ақын жазушылар Ғабит Мүсірепов, Сәбит Мұқанов, Ғабиден Мұстафин, Мұхтар Әуезов тағы басқалар. Екінші, қазақтың кәсіби композиторлары Брусиловский, Ахмет Жұбанов, Мұқан Төлебаев, Хамидин тағы басқалар. Үшінші, танымал актерлар Шәкен Айманов, Қожамқұлов, Өмір Зақып, Қармысов тағы басқалар. Төртіншінде біз адамның атауын атамаймыз,
және осы жоғарыда көрсетілген тұлғаларға баға беріп өтеміз. Ұлы Отан соғысындағы жеңіске Қазақстанның мәдени қызметкерлері де үлес қосты. Ғылым және өнер адамдарының шығармашылық еңбегі, майдандағы кеңестік әскерлерінің ерлігі мен жұмысшылар мен колхозшылардың тылдағы даңқты істермен қатар Ұлы Отан соғысының ерлік тарихында өзіндік жарқын із қалдырды. Міне оқушылар, осымен біздің екінші тапсырмамыз аяқталды. Жалпы айтқанда бүгінгі БЖБ-ға арналған сабақ барысымыз аяқталды. Сіздерге осы видеомыз ұнап жатса, лайк басып, пікір білдіре кетіңіздер. Сонымен қатар арнамызға тіркеліп кетіңіздер. Себебі келесі БЖБ-мыз, келесі осы тарихқа байланысты видеомыз шыға қалса, сізге хабарландыру ретінде телефоныңызға барып тұрады. Және де осы пікірге келесі тақырып, келесі қай сыныптан болсын БЖБ жаза кетіңіздер. Сонымен қатар каналымыздың дамуына үлес қоса кетіңіздер. Жақсы, сау болыңыздар оқушылар.